сабағымыздың тақырыбы созылмалы бүйрек және оны ауыстыру кезеңдері. Созылмалы бүйрек аурулары дегеніміз не? Ол қандай белгілерден тұрады? Қазақстанда созылмалы бүйрек ауруларына мүмкіншілік бар ма ауыстыруына? Ол қай жылдары басталды біздің Қазақстанда ауыстыру кезеңдері? Және қандай көрсеткіште болады? Соны қамтимыз. 5-7 минут уақыт беріледі ары қарай жалғастыруға. Жаңа сабақ кезеңдеріне. Іске сәт. Дайын болсақ, сұрақ арқылы жауаптар берейік. Бүйрек жетіспеушілігі деген организмде дәрі арқылы шығатын заттардың нормадан артуы, қандағы оттектің жиналуы, бүйректің бөліп шығару қызметінің бұзылуы бүйрек жетіспеушілік деп аталады. Жақсы. Тағы да бар ма? Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі 3 айдың көлемінде немесе одан да көп уақытта байқалатын бүйрек қызметінің қайтымсыз бұзылу синдромы. Бүйрек жетіспеушілігінің ең басты негізгі себептерінің бірі бүйректің шумақтық аппаратының зақымдалуы, В немесе С вирусты гепатиті, бірінші және екінші типті қант диабеті, буынның ұстамалы ауруы, безгек, созылмалы пиелоноферит. Осылар бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептері болып табылады. Бұл созылмалы бүйрек жетіспеушілігі ол бірден байқала бермейді. Ол жаңағы адамдардан 80-90% нефрондарды жоғалтқанда әлсіздік, шаршау, түнде ұйықтаған кезде көп зәр шығару, енді одан да немесе зәрінен қан кету дейміз. Созылмалы бүйрек деп тұрмыз. Және де одан сәл уақыт өте келе адамдардың ауыздарының құрғауы, тез шөлдеуі байқалады. Және де бұл ауру кезінде адамдардың қанттары сұйыла бастайды. Бұл сұйыла бастағаннан кейін қан анемияға айналуы мүмкін. Тағы да алып қосқанымыз бар ма? Бүйрек ауыстыру. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігін жеделемеудің жаңа әдісі. 15 жылдай бұрын осы жедел бүйрек ауыстыру бізде қиын болды. Сол себепте 15 бүйрек ауыстырғанда 15 жылдай өмірді ұзартуға болады. Бүйректі трансплантациялау. Бұл бір адамнан екінші адамға донор арқылы бүйректі ауыстыру. Өте жақсы. Бұл бүйректі ауыстыру 1902 жылы жүзеге асырылды, бірақ сәтсіз болды. 1933 жылы қайтыс болған адамды донор ретінде бүйрек ауыстырылды. Бұл сәтті өтті. Қазақстанда 1979 жылы бүйрек ауыстыру сәтті ота жасалды. Бүйректі трансплантациялауда донорды сәтті ота жасау үшін донорды дұрыс сақталуы қажет. Ол үшін 5-6 градуста мұздатып сақтайды. Өте жақсы. Тағы бар ма? Алып қосамыз. Мен бүгінгі сабақта түсінікті деп ойлаймын, жалпы. Созылмалы бүйрек аурулары. Созылмалы бүйрек дегеніміз жалпы бүйректің ауытқушылары, нефрон қызметінің жақсы жұмыс істемеуі, қан қысымының, артерия қан қысымының жоғарылауы, ауыздың кеуіп кетуі,
зәдің жақсы қызмет атқармауы бұл дегеніміз созылмалы бүйрек ауруына әкеліп соқтырады екен. Жаңағы сіздердің сұрақтарыңызға өте қосыламын. Қазақстанда бүйрек ауыстыру кезеңдерін айтып жатырмыз, 1900 қай жылдан басталды? 79 жылдан бастап біздің Қазақстанда созылмалы бүйрек ауруына жақсы орында қойылды. Себебі бірінші жылы сәтсіз болды. Ол жаңағы өлген адамның бүйрегін не алған? Донор ретінде алған. Ол жақсы жүзеге аспады. Кейін бірте келіп біздің Қазақстанның хирург мамандары ол бүйрек ауытқушылығын жақсы іске асырды. Енді қазір біз ол туралы жақсы мәліметтер айтып жатырмыз. Ол толық түсінікті деп ойлаймын. Түсіндік па бүгінгі сабаққа? Иә. Енді тапсырма 223 беттегі екінші тапсырма. Аурудың өршуі басқа мүшелердің қызметіне қарай әсер ететінін, онда болатын өзгерістерді, ауытқуларды талдаңдар, кестені толтырыңдар деген. Дәптерге кестені толтырайық. Екінші тапсырмаға дайын болсақ, кім айтады тапсырманы? Ауытқулар. Бүйректі ауыстыру техникасы басқа хирург оталар жасауға қарағанда хирург шеберлігіне өте жоғары жасалады. Әсіресе ұлпаларды ауыстыру керек. Ұлпалардың мүшелеріне аз ғана қылдаумен өте жасауға талап етіледі. Хирургиялық техникада ота жасау уақытын жасанды қысқартуға болмайды. Себебі бүйректі құртып алуға жеткізеді. Өте жақсы. Келесі тағы бар ма? Мүшелер бүйрек ауытқуы бүйректің жетіспеушілігінен бүйректің шумақтық аппаратының зақымдануы пайда болады. Ал негізгі себептері бауырдың зақымдануына байланысты болуы мүмкін. Бұл гипотереналды, яғни бауырлық бүйректік синдром деп аталады. Өте тамаша, өте тамаша. Түсінікті. Балалар, бүгінгі сабақтарын түсінікті ма? Қандай сұрақтар бар? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ, үйге тапсырма алайық. (228-ші беттегі бүйрек доноры болғысы келетін адамға қойылатын талаптар туралы есте жазыңдар дейді. Соған не жазып келеміз? Есте жазып келеміз. Жақсы, сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.